Барлықтарыңызға қайырлы күн қыздар. Бүгін сіздерге өте керемет, жасау жолы өте оңай әрі өте дәмді болып шығатын пончиктің рецептімен бөлісемін. Видеоны көрместен бұрын каналыма подписаться етуді ұмытпаңыздар. Сонымен ең алдымен біз тестасын дайындаймыз. Ол үшін бірінші еліктен өткен ұнымыздың үстіне шекер, разрыхитель, ванилин, дрожжи салып жақсылап араластырып аламыз. Сосын жылы сүтіміз бен суымызды осылай құйып, қасықпен тағы да араластырып жібереміз. Кейін бір жұмыртқамыз бен еріген сары майымызды салып, қасықпен араластыруды жалғастырып, қолымызбен жұмсақ қамыр илеп аламыз. Дайын болған қамырымызды ашу үшін 1,5-2 сағатқа жылы жерге орап қалдырамыз. Ашып шыққан қамырымызды да дәл осы видеодағыдай екіге бөліп жайып аламыз. Жайып болғаннан соң дәл осы видеодағыдай дөңгелек қалыптарыңыз болса, осылайша бөліп шықсаңыздар болады. Немесе фужер, стакан сияқты дөңгелек қалыбы бар ыдыстармен бөлсеңіздер болады. Және ортасын міндетті түрде осылай тағы да тесіп шығасыздар. Енді бөлінген пончиклерімізді қызып тұрған майда орташа отта 2 жағы қызарғанша жақсылап қуырып аламыз. Міне қыздар, біздің пончиклеріміз осылай болып пісіп шықты. Өздеріңіздің қалауыңыз бойынша сахарный пудрамен, шоколадпен, әртүрлі глазурлермен әсемдесеңіздер болады. Мен сахарный пудрамен шоколадты ерітіп, осылай үстіне сеуіп, құйып әсемдедім. Егер видео ұнаған болса, лайк басып, комментарий қалдырып, каналыма подписаться етуді ұмытпаңыздар. Сіздер де міндетті түрде осы рецепт бойынша жасап көріңіздер, бөлісіңіздер осы видеомен. Барлықтарыңызға ас болсын.